соны Құдай тағала жәннаттың ішінде солай жасап қойған ғой. Мына адамзат баласы ертең мұсылмандар жәннатқа кірейін деп жатқан кезде дейді, періштелер жәннаттың аузында тұрады дейді, соны сап-сап болып. Саламун алейкум бима сабартум. Сендер ана дүниедегі қиыншылық көргендеріңе, сабырлық еткендеріңе жәннатқа есендікпен кіріңдер деп, жәннаттың аузында тұрып періштелер құрметпен, марапатпен кіргізеді дейді, кіріңдер. Әрқайсың кіріңдер деп. Мысал үшін сіз үйіңізге барып қалған кезде, мына әсіресе осы батыс өңірлерін Жаңаөзенге барған кезде есіктің алдына жаңа тазик ұстап, қолына құман ұстап, мойнына сүлгісін орап балдар тұрады жаңа. Неге десеңіз, бірден бір батаның ең көп қонаққа келген кезде ең көп бата қай уақытта жасалады десе, қонақтар келген кезде, қолға су құйған кезде, кетіп бара жатқан кезде 40 адам шақырсаң, 40 адам ана сіздің балаңызға кіріп бара жатқан кезде бата береді. Шығып бара жатқан кезде қолына су құйған кезде тағы да бата береді. Қараңыз. Сондықтан да ана үйдегі отырған немерелерімізге, шөберелерімізге, балаларымызға осындай бір қазақтың әдемі дәстүрін сізбенен біз үйретуіміз керек. Мына біздің қазір Қазақстанда тәңірсіздер шығып жатыр ғой. Тәңіршілміз деп, ол негізі тәңіршіл емес олар, тәңірсіздер. Солар қазақтың дәстүрін аламыз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Өткенде солар тәңірсіздің біреуі сөйлеп жатыр. Бір неге барған екен? Алматының бір жеріне демалуға барыпты, сөйтіп тауды аралап жүрсе, бір юрта тұр екен, қар үй. Сол жердің адамдарының есігінің алдына барса, о, келіңдер, ассаламалейкум, алейкум ассалам, келіңіздер, үйге отырыңыздар, үйіне отырғызып, шай беріп, тарих айтып, біраз әңгімелер айтқан ғой жаңа. Сөйтіп айтады да, сондай нәрсені көптен бері естімей кетіп едім, міне қандай қазақилық, осындай. Мен айтып жатырмын да, ол қазақилық дұрыс. Біздің неден келген? Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімде-кім қиямет күні тірілем, Алланың алдына барамын деп сенсе, көршісіне жақсылық қылсын, және үйіне келген қонаққа жақсылық қылсын дейді. Ибрахим пайғамбарлар адам кейпінде келген періштелерді қонақ қылды. Періштелерді көп тостырған жоқ. Бұзаудың етін дайындап әкелді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда осы қонақ жайлыққа сізбенен біздерді насихат еткен. Ал сол нәрсе біздің қазақтың жүрегіне мықты болып сіңді. Қазақта не дейді? Таспен ұрғанды аспен ұр дейді. Ол дініміз, шариғатымызда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Атаиму таама вафшу салама ва саллу биллайли ван насу ниямун." Адамдарға тамақ беріңдер дейді. Бірінші айтқан сөзі. Адамдарға тамақ беріңдер. Екінші айтады, өз араларында сәлемді көбейтіңдер. Үшінші, адамдар ұйықтап жатқан кезде намаз оқыңдар дейді. Адамдар ұйықтап жатқан деген түннің 3/4 бөлігі таң намаздан жақын кез, таңның бірінші таңға жақын кез, Құдай тағаланың мейірімі әр түні жауатын түн. Қараңыз. Біз осыншама мүмкіншілікті қолымыздан шығарып аламыз. Енді осы хадисте пайғамбар бірінші тамақты айтты, шарқ берген ғалымдар айтады, екінші сәлемді айтты, үшінші намазды айтты дейді. Неге бірінші тамақты айтты десе, тамақ бұл адамдарды жақындаттырады және сауабы көбірек болады екен. Неге десеңіз, осы ішке біреу кіріп келіп ассаламу алейкум десе, көкем уалейкум ассалам десе, екі уақыт сауап алады, сізбенен біз сауап алмаймыз. Екі адам сауап алады. Сол сияқты сіз түнде тұрып тахаджуд намазын оқысаңыз, тіпті 5 уақыт намаз оқысаңыз да, шешесі оқыса баласының мойнынан түседі, баласы оқыса шешесінің мойнынан түседі деген әңгіме жоқ. Бұл намаз деген жеке бастың құлшылығы екен. Жеке адамның өзі ғана не алады? Сауап алады. Ал бірақ адамдарда ас беруде дейді, 3 пайда бар. Біреуі дейді, тәннің азығын алады. Өміріміз сүруіміз үшін мына ужинімізді ішіп келдік. Ужин ішпесек, мына жерде отырмас едік жартымыз. Міне кешкі асты ішіп келдік, қуаттандық. Екінші, бұл жерде Алланың сөзі айтылып жатыр, пайғамбардың сөзі айтылып жатыр, жан азығы айтылып жатыр. Рухтың азығын алады екенбіз, қараңыз, жанның азығы. Қазақ не дейді? Жақсы сөз жан семіртеді дейді. Үшінші, білесіздер, Алланы осындай топ боп жиналып, Алланы ұлықтаған болатын болса, Алланы мақтайтұғын болатын болса, ол жерге Аллах тағаланың періштелері түседі екен. Аллах тағала хадисте айтады, олар бақытсыз қауым емес, олардан бақытсыздық алыста жүреді дейді. Яғни бақытты қауым болады екен. Осылай Алланы мақтауда отырған кезінде қараңыз. Сонда бұл хадистен не нәрсені аламыз десе, сөйтсе адамдарға ас берудің пайдасы көп екен ғой, қараңыз. Ал қазақта ол қонақжайлылық бар, иә? Қазақ адам бұлай тұрсын, үйіне кірген жыланның басына ақ құйып шығарған. Адам бұлай тұрсын. Қазақ ақты сатпаған, ол қазір ғой сүт, қымыз, айран бәрі сатылып жатқан кезде. Қазақ ақты сатуды арға санаған.
Бұлақтың басына барып меске құйып қойып қояды, жолаушылар келеді де ішіп кете береді, я болмаса үйінен жүгіріп алып шығып беріп, аттың алдынан қымыз қымыраны алып шығады, шұбатын алып шығады, ішеді, ары қарата кете береді. Қараңыз. Бұл қай жақтан келген? Бұл біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген қасиет, сол қазақтың мойнында табиғат болып қалыптасып кетті. Қараңыздар. Ойбай, бұл Мұхаммед араб, бұлар араб құлдар, бұлар үйтеді, бұлар бүйтеді. Ислам діні бүкіл әлемге дін болып келген. Егер де тек қана арабқа дін болып келетұғын болатын болса, пайғамбардың туысқандары араб болды, сол арабтар қарсы шықты. Мүшриктердің арасының барлығы сол мүшриктер арабтар болды. Қараңыз. Сонда бұл не нәрсеге дәлел етеді? Бұл дін, ислам діні арабқа емес, бүкіл әлемге дін болып қалыптасқандығына дәлел болды. Мысалы, Сальман Фарси, ол араб емес, фарстық. Білал радиаллаху анху хабашилық, ол араб емес, хабаштық. Қараңыз, көптеген әжнәби өзге елдің сахабалары, өзге ұлттың адамдары болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам заманында. Қараңыздар. Сондықтан да қараңыз, біз осы дүние жүзінің мұсылмандарын жиынаған кезде 2 миллиард мұсылман болатын болса, соның 20% ғана араб мемлекеттері екен. Қараңыз. 1500 жылдан бері егерде бәрі араб құл болып кететін болса, қараңыз, 1250 жыл болды, одан асып жатыр, араб құл болып кететін болса, неге ол стратегия көбеймейді? Демек, бұл арабтанып кетпейді екен ислам дінін ұстаған адам. Ал керісінше, орыстың қол астында 70 жыл болдық, Қазақстанның кейбір өңірі қазақтың көзі қара, тілі сары, өзінің руында не екенін білмейді. Бізге неден сол орыстанып кеткен жақтан атын атамай-ақ қойын, біреулердің намысына тиіп кетіп жүрер. Сол орыстанып кеткен облыстан бір қызды біздің ауылға келін қылып түсіреді ғой жаңағы. Мен өзім Созақтамын, сол Созақтың өзіне апарып келін қылып түсіреді. Бір жігіт айтып отыр. Сөйтіп жаңағы туысқандар жиілкебей, қыздың ұруы не деген ғой жаңа. Орысша өскен қыз дейді. Сөйтіп қыздыдан барып, ұруың не десе, анау түрі ауыз аңқиып, ұру деген болады, осындай десе, кажется, водолей деп айтады дейді жаңа қыз. Сөйтіп ана несін айтып жатыр? Жұлдызнамасын айтып жатыр дейді да, Алла сақтасын. Кажется, водолей, су құйғыш деген сияқты. Қараңыз да, бізге орыстанып кетуімізге 70 жылдың өзі жеткілікті болды. Енді бір 30 жыл болған кезде біздің жартымыз орыстанып кететінек. Ал тәңіршілдердің, тәңірсіздердің артында кім тұр? Ақ құлақтар тұр да, түсініңіздер ма? Беріп атыр, мына, беріп атыр. Осыны тарқатыңдар, үйтіңдер, бүйтіңдер деп, сол ақ құлақтар ақшасын құйып жатыр. Бұл тәңірсіздердің артында солар тұр, қараңыздар. Сондықтан бұл тәңіршілдік, ол тәңірсіздік, Алла сақтасын. Тәңір деген сөзін өздерінше жаңағы нағылады, талдайды. Таң деген таң, күн шығу. Енді мысал үшін бізде қазақта тәңір ол құдай, тәңірім өзің жарылқа деп айтамыз ғой мысал үшін. Негізі құдай сөзі қазақтың сөзі емес, ол фарстың сөзі, құдай сөзі. Орыстар бог деп айтады, ағылшындар ой май гад деп айтады. Гад деп айтады. Ал қазақтың құдайы сол тәңір деп атаған біздің. Ал ол енді біздің Абайдың тәңірі, Мәшһүр Жүсіптің тәңірі, Шәкәрімнің, Ыбырайдың тәңірі ол тәңір емес бұлардың айтып жүрген. Бұлар айтады, тәңір деген не өзі? Талдап берші десе, мысал үшін бізге тәңір деген не десе, ол Алла, оның басталуы жоқ, аяқталуы жоқ, ол бүкіл жаратылысқа ұқсамайды, бүкіл құдірет иесі, ешқандай жаратылысқа ұқсамайтын, сенің рызығыңды да беріп жатқан, сенің бүкіл күш қуатыңды да беріп жатқан сол Құдай тағала деп біз қысқаша түсіндірсек, бұлардың тәңірінің түрін қараңыз. Тәңір деген таң, ір дейді, анау батып баратқан іңір дейді. Сол таң, іңірден, таңнан күн батқанша сені бақылап тұрушы деген сияқты сондай мағынаны айтып жатыр. Енді мен айтар едім, ал күннің шығуын, күннің батуын бұлар тәңір деп атаса, біздің дініміз шариғатымызда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, 3 уақытта намаз оқуға болмайды дейді. Біреу күн шығып келе жатқанда, біреу тас төбеде тұрғанда, күн батып бара жатқан кезде. Күн шығып келе жатқанда неге десе, шайтанның екі мүйізінің ортасынан шығады дейді. Күн батып бара жатқанда екі мүйізінің ортасына батады дейді. Ал күн тас төбеде тұрған кезде неге оқымайды десе, ол макрух жек көрілген уақыт, дұға есіктері жабық болады екен көктегі. Сол күн ауған кезде дұға есіктері қайтып ашылады. Пайғамбар сол уақытта намаз оқығанды жақсы көрем деп айтқан екен, қараңыздар. Сондықтан мен бүгінгі сіздерге түсіндіргелі тұрған тақырыбым ол ақида пәні. Мынау апаларымызға ләжі барынша жеңілдетіп, сіздерге бір жеңіл түрде түсіндіріп айтайын. Ақида пәні
бұл ақида пәнінде ең бірінші Аллах тағаланың 14 сипатының ең әуелгісі әл-вуджуд, бар болу сипаты. Бар болу сипаты. Мына союздың кезінде білесіздер, Құдай тағала жоқ, ол дін апин, дінді ұстанып қалған адам үйтіп кетеді, дінді бүйтіп кетеді. Енді қараңыз, Құраннан дәлел келтірмей-ақ қояйық, хадисінен дәлел келтірмей-ақ қояйық, Алла тағаланың бар екендігіне. Ақылмен дәлел келтірейік. Мысалы, қоғамда ұрлық істеген адамның жазасы не болу керек? Сотталу керек. Адамды өлтірсе, ол да сотталу керек. Мысалы, мемлекеттің өзі тыйып қойған нәрселерін, мысалы үшін, парақор бола ма дейді, парақор болатын болса, ол сотталу керек. Өзі адамның заңдылығында қылмыс деген адам сотталу керек. Ал енді Құдай тағала жоқ болатын болса, сонда осы дүниеде не бір зұлымдық қылып жүрген адамдар сонда мына дүниеден өтіп кететін болса, онда ол әділетсіздік қой, ол жаза көрген жоқ қой. Дұрыс па? Мына дүниеден оп-оңай біреуді қанады, біреуді зорлады, біреуді өлтірді, үйтті, бүйтті, ешқандай сотталған жоқ. Мына дүниеден өтіп кететін болса, онда мына дүние әділетсіз деген сұрақ туындайды. Мынау жазасын алу керек қой. Бірақ біздің сенімізде не? Құдай бар деген әңгіме, Құдай тапсын дейміз. Құдайдың алдына бәріміз барамыз дейміз, қараңыз. Адамның ақылының өзі Құдай тағаланың бар екендігі мойындайды. Имам Матруди мынандай әдемі сөзді айтады: Аллах тағала әрбір пендесіне жүрегіне илахи дәнді егіп қойған дейді. Илахи дәнді. Яғни Құдай тағаланың бар екендігін барлық пенде мойындайды. Орысша сөз бар, құлаушы самолетте атеистер болмайды дейді. Ол бәрі табынатына табынады. Қараңыз. Енді қараңыз, орманда жүретін авагариндер деп атаймыз ба, жабай апокалипсис дейтін киноны көріп пеңіздер, жапырақ байлап алып жүретіндер бар ғой. Егер де Құдай тағала жоқ болатын болса, солар бірдемеге табынбас еді да, қараңыз. Олар бір мықты деген нәрсені, акуланың тісі болсын, бір арқардың мүйізі болсын, сондай нәрселерін денелеріне байлап ала береді. Неге? Ол Құдай тағала оларға пайғамбар келген жоқ. Бірдеме теуіп тұр да, сенің Құдайың бар, сенің жаратушың бар деп бірдеме теуіп тұр. Бірақ оларға тура жолды көрсететін пайғамбар келген жоқ. Сондықтан олар құдіретті деген заттарының барлығын Құдай деп табынып кетті, қараңыз. Түсіңіз ба? Осы адамның табиғатының өзі Құдай тағаланың бар екендігіне мойындатады. Ақылмен бұл дәлел. Екінші, әрбір заттың өзінің жасаушысы бар. Әрбір заттың өзінің жасаушысы бар. Мына нелер, философтар не дейді? Атеистер, әлем қалай жаратылды, әр нәрсенің өзінің бастаушы бар. Мысалы, мына орындықты, мына темірін біреу істеді, мына жасылменен біреу бояды, қара краскамен біреу, 3-4 адамның жиынтығынан шыққан нәрсе. Мына сіз емес, менің өзім кішкентай балам айтсам, мына өзінен өзі пайда болып қалды, балам десем, балам күлуі мүмкін, әке не болды, соншама ақымақ болды деп айтуы мүмкін. Сол сияқты 18 мың ғалам, жердің 4-тен 1 бөлігі құрлық, 3 бөлігі мұхит, оны ауамен қаптаған аспанда миллиардтаған жұлдыздар бар, 7 қабат аспан. Осының бір жасаушысы бар ғой. Осы механизмді біреу айналдырып тұр ғой, қараңыз. Осы механизм біреу басқарып тұр ғой. Кім сонда ол? Мысал үшін, жер бетінде адамдар машина айдайды. Жер бетінде 7 миллиард халықтың 1 миллиарды машина айдайды дейді. Жарайды, оны 1 миллиардын да айтпай-ақ қояйық. Бір Алматының өзінде 1 миллион машина бар делік. 500 мың машина бар делік. Бірақ сол адамзаттарға ережені енгізіп қойды, оны оқыды, оны шоқыды, праваны алу үшін оқыды, тапсырды. Бірақ соның өзінде машиналар соғысып жатады күніне. Күніне адамдар өліп жатады. Неге? Адамның өзі мына өзінің қолындағы нәрсесін басқара алмай жатыр, қараңыз. Ақылы бар адамның өзі. Сонда миллиардтаған жер бетінде песоктың түйірі қанша, аспандағы жұлдыздың саны содан көп екен. Адамның жасаған нәрсесі бір-бірінен қателесіп жатыр. Бірақ Құдай тағаланың жасап қойған нәрсесі жұлдыздар соғысып кетіп жатқан жоқ, қараңыз. Құдай тағаланың жасап қойған заттары өзінің механизміменен айналып жатыр. Медеуге тұрып, осы гостиницадағы бүкіл қажыларға бірдей нан таратып шық десем, медеу кейбіреуіне тарқата алмауы мүмкін. Біреулер ренжуі мүмкін, біреу соңынан әңгіме айтып кетуі мүмкін. Ол өйткені медеу, қараңыз, осы гостиницаның өзін қамти алмай жатыр. Бірақ бүкіл әлем, 7 қабат аспан, механизм, көктен жаңбырды түсіреді, жерді жандандырады, ырзық береді. Осы нәрселердің барлығы өзінің үйлесімін тауып жатыр. Арқарды сен асырап жатсың ба, асырап жатқан жоқсың. Киікті сен асырап жатсың ба, асырап жатқан жоқсың. Қасқырды сен асырап, аю, тышқан, құмырсқаларды сен асырап жатсың ба? Аштан өліп қалыпты деген балық жоқ. Аштан өліп қалыпты деген қасқыр жоқ. Аштан өліп қалыпты деген киік жоқ. Бірақ адамның қолындағы нәрселер аштан өліп қалуы мүмкін, қараңыз.
Демек, осы нәрселердің барлығының жиынтығы айналып келгенде Құдай тағаланың бар екендігіне дәлел етеді. Қараңыз. Мына сотка өзінен өзі пайда болып қалсын, бала да сенбейді ол. Сонда 18 мың ғалам бүкіл әлемдің қосындысын осы жүйені басқарып тұрған бір зат бар. Талғат Мұсабаев деген не болды ғой? Екінші ұшқыш ұшты ғой, ғарышқа ұшты ғой. Соның жаңағы ғарышқа барып келген кезінде жаңағы мешітке барып дейді, жете интервью алып жатыр дейді. Неге мешітке келе қалдыңыз деп. Сонда ол кісінің айтқаны, мен ана ғарышқа барған кезде жаңағы космос корабльді жалғап тұратын нелер болады ғой. Содан ауа жоқ жерде адамдар қалқып жүреді, білесіздер. Содан ажырап кеткен ғой жаңа. Сөйтсін енді бірнеше метр алшақтап кеткен. Бітті енді өзі жанымыз алқымызға келген кезде ғана Құдайды танимыз ғой жаңа. Сол кезде Құдай мені құтқар деген да. Сонда бір күш ұрғанда бұны сөйтіп корабльдің ішіне кіріп кеткен ғой жаңа барып. Сонымен тәубама келдім дейді, жерге қарай келе жатырмын дейді. Әшейінде жердің бетінде жүрген кезде мынау менің жерім, анау ананікі, мынау мынанікі, мысал үшін қырылысып жатыр, бір-бірімен соғысып жатыр. Сонда жердің төбесінен қараған кезде сағат сияқты көрінді дейді. Мына жер кімдікі деп айттым дейді да. Ауаменен қаптап қойған, оның бетінде қаншама рызық келіп жатыр, қаншама мұнай бар, қаншама ел бар. Менің жерімде бір-бірімен қырылысады сол жердің үстінде адамдар. Бірақ осы жердің иесі бар ғой деп айттым дейді. Абай атамыздың айтқан сөзі ғой, менің көзім, менің қолым деп айтасың. Менікі деп жатқан зат кімдікі дейді. Ол Алланікі. Менікі деп жатқан заттың барлығы Алланікі. Сонда ананы көрген кезде Құдай тағаланың құдіреті есіне түсіп, тәубасына келген ғой жаңа кісі, қараңыз. Сол сияқты мына жүйені Құран-ы Кәрімде қандай да бір аяттарды алып келсең де, Аллах тағала айтады, Алланың жаратқан нәрсесіне қарамайсыңдар ма, анаған қарамайсыңдар ма, мынаған қарамайсыңдар ма. Құран-ы Кәрімде Аллах тағала адамның жаратылысы жайында былай деп айтады, мудға дейді, бір кесек етке айналдырдық дейді. Ананың құрсағында адам баласын бір кесек етке айналдырдық дейді. Одан кейін айтады, фахалақнал мудғата айзаман факасаунал айзамал ахман. Сол бір кесек етті сүйекке айналдырдық та, оның сыртын етпенен қаптадық дейді. Қараңыз. Енді ананың ішінде жатқан кезде бала, қараңыз, 4 нәрседе тағдыр жазылады, білесіздер. Амалы, бақытты, бақытсыз болатындығы, рызығы, қанша уақыт өмір сүретіндігі, сол 4 нәрседе амалы жазылады дейді адам баласының. Сол кезде ананың құрсағында жатқан кезде бала 1 айында қозғала береді. 1 айында, 2 айында қозғала береді. Бірақ 4 айында жан беріледі. Неге қозғалып жатыр десе, оның бойында тіршілік бар, оның бойында жан жоқ. Талда тіршілік бар, өсімдікте тіршілік бар, бірақ жан жоқ. Адамда тіршілік те бар, жан да бар, қараңыз. Сонда ананың құрсағында 4 ай болған кезде Құдай тағала оған рух үрлеп, оған жан берген кезде, сол кезде барып оның кеудесіне жан пайда болады. Осылай айтып жатсам, бір намаз оқымайтын, бір материалист бір ағамыз айтады да, қараңызда, әркімнің өзі уағызда сол өзінің істеп жүрген нәрсесінен бастау керек қой негізінде. Материалист ағамыз механик өзі, сол айтады, Нұреке, мен бір Құдайдың бір құдіретіне таңғаламын дейді. Неге десең, енді әр нәрсенің бір имплюсі болу керек қой дейді. Машинаны оталдыратыңыз кілтті бұрап жүрген кезде адам бұраған екен, ол оталады дейді. Тіпті пультпенен де оталдыратын болса, пультті біреу басу керек қой дейді. Сол сияқты сәби, ананың жүрегінде жатқан кезде сәбидің жүрегі әлі соққан жоқ, ана имплюсті кім беріп жібереді дейді да. Дық етіп жүрегі оталды, одан кейін өмір бойы соғып тұрды. Сол имплюсті кім береді? Мен сол Құдайдың құдіретіне таңғаламын дейді. Өзі намаз оқымайды, ағамыз айтады. Бірақ ақыл жүгірткен кезде адам баласы өзі Құдайын табады. Егер Құдай тағала оның жүрегіне бір иман салған болатын болса, қараңыз. Сол импульсті кім беріп жатыр дейді. Құдай беріп жатыр ол импульсті. Бастады, рухты берді, ертең рухын алғанға дейін сол Құдай тағаланың қалауыменен ол нәрсе соғып тұрады, қараңыз. Енді қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мына дүние Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым қадірі жоқ дейді. Яғни бағасы жоқ дейді. Егер де шыбынның қанаты құрылым қадірі бағасы болған кезде Құдай тағала бұл дүниеде кәпірлерге ешқандай рызық бермейтін еді дейді. Қараңыз, кәпірлерге рызық бермейтін еді дейді. Енді анау Нұрсила деген атеист бар ғой. Оны кім жақсылап айтады, Серікжан Біләш деген айтады. Түннің ішіне төбеңе бүй төніп кеп қарап тұрсаң, шайтан екен деп қорқып кетесің дейді. Адамның шайтаны болып жүрген адам бар, сол Нұрсила деген. Құдай бар болатын болса дейді, мұсылман мемлекеттерінде адамдар қиыншылық көріп жатыр, қырылып жатыр. Неге соған Құдай жәрдем бермейді дейді. Мен айтып жатырмын, бұл сынақ әлемі. Бұл біріншіден.
Екіншіден, егерде Құдай тағала өзіне иман келтірген пенделеріне тікелей жәрдемін беріп, аналардан үстем қылып отыратын болса, жер бетінде кәпір қалмайтын еді. Түсіңіз ба? Өйткені Құдай тағаланың тікелей құдіретін көріп тұр ол. Түсіңіз ба? Жер бетінде ешқан сынақ әлем болмай қалатын еді. Пайғамбар саллаллаху хадисі де бар ғой жаңағы. Сендер егерде бір-бірлеріңді көнбегендеріңде қолдарыңмен дейді. Онда мен қабірдің сұрағы мен қабірдің азабын сендерге естіртетін едім деген Пайғамбар саллаллаху айтқан. Сол үшін біз ана қабірге барғанымызда күліп жүріп жерлейтініміз бір-бірімізді. Егерде қабірдің азабы, қабірдің сұрағын бізге естіртіп қойған кезде, біз мына жерде жүрмейтін едік, маңдайымыз сәждеден алмай, бала-шаға да әдіра кетсін деп жататын едік. Мүмкін үйленбейтін демек, кім біледі, қараңыз. Сондықтан Құдай тағала бұл әлемге сынақ әлеміне жіберді ма, зұлымдық қылып жүргендерге Құдай тағаланың алдында сот күтіп тұр. Бағанағы ақылмен ойлап қараған сот секілді. Әрбір істеген күнәсінің анау мына дүниеде ала алмаса да ана ақыретте оны күтіп тұр. Бәлки мына дүние жалған, аз ғана берілген дүние. Қараңыз. Сондықтан да айтайын деген не нәрсе? Бағана пайғамбардың хадисіне қайтып келейік. Мына дүние Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым, қадірі жоқ. Егерде қадірі болған кезде кәпірлерге Құдай тағала ешқандай рызық бермейтін еді дейді. Қадірі болмағаннан кейін кәпірлер бәлки мұсылмандардан жақсы өмір сүріп жатыр. Енді қараңыз. Алланың құзырында шыбынның қанаты құрылым, қадірі жоқ дегенде мынандай нәрсе бар. Мына жер шары күннен миллион есе кішкентай. Қазір ортадағы мына бір кілемнің точкасы сияқты. Жер күннің қасында. Ал күннен де миллион есе, күннен де миллиард есе планеталар бар екен аспанда. Енді қызықты қараңыз. Жер бетіндегі песоктың түйірінің бір уысында біз санай алмаймыз. Құмның түйірін бір уысында санай алмаймыз. Бәленбай жылымыз кететін шығар. Бірақ аспандағы планеталардың саны жер бетіндегі песоктың түйірінен көп дейді. Енді ақылыңа сыйдыр Құдай тағаланың құдіретін. Күн, жер іштеме емес, күннің өзі кейбір планеталардың қасында шаң тозаң сияқты көрінбей қалады дейді. Күннің өзі жерде миллион есе кішкентай. Мына бүкіл светті өшіріп, бір жарық фонарик жағатын болсам, ауадағы шаңдар көрінеді. Бірақ қазір көріп тұрған жоқпыз. Күн кейбір планеталардың қасында сондай болып қалды. Енді жерді ақылыңа сыйдыра аласың ба? Сонда шыбынның қанатынан да төмен болып кетті ғой жер. Түсіңіз ба? Шыбынның қанатынан да төмен болып кетті. Бірақ сол нәрсені Құдай тағала өзінің құдіретіменен басқа әлемді, басқа планетаны айтпай қой, не болып отқан. Осы жер әлемінің өзін Құдай тағала мүлтіксіз, өзінің назарынан секундсыз басқарып тұр. Уақыт деген нәрсе Құдай тағалаға жүрмейді. Қараңыз. Бұл не нәрсені көрсетеді? Құдай тағаланың құдіретті екендігін көрсетеді. Қайтадан бағанағы адамның жаратылысына келейік енді. Ананың құрсағында 9 ай 9 күн бала немен қоректенеді? Ана ішеді, сол кіндік арқылы балаға рызық болып барады. Кіндік арқылы. Енді сол Құдай тағала ананың ішінде саған 9 ай 10 күн, 1 жыл рызық берді делік. Бірақ сол бала ананың ішінде жатқан кезде біреу айтса, я, ана жаққа шыққаннан кейін мына жақта бір дүние бар, ол жақтың адамдары бір нәрсенің аузында тісі болады, тістеп жейді десе, сәбиге егер ақыл берген болатын болса, оны сәби күліп қарайтын еді ол нәрсеге. Қой, ана дүниені кім көріп келіпті деген сияқты. Бірақ сол сәбидің мына дүниеге шығатындығында Құдай тағала не дейді? Wallahu akhrajakum min butuni ummuhatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Аллах тағала сендерді аналарыңның құрсағынан мына дүниеге ештеме білмеген қалдеріңде шығарды дейді. Сөйтіп сендерге еститін қылып құлақ берді, сезетін қылып жүрек берді, көретін қылып көз берді. Лааллакум ташкурун. Бәлкім Аллах тағалаға шүкіршілік етерсіңдер дейді. Бір аятта айтады, олардың аздары ғана шүкіршілік етеді дейді. Шүкіршілігіміз өте аз екен Құдай тағала, қараңыз. Енді қараңыз. Ананың құрсағында жатып, мына жалған дүниеге бала інга деп жылап келген кезде, жыламағым пенде деп ырзық беруші Құдай тағала анамыздың екі төсін беріп қойды. Бірақ сәби ананың құрсағында жатқан кезде кім практика жүргізді? Сыртқа шығасын, анаңның төсі болады, соны тартып емесін, тартпасаң сүт шықпайды деп ешкім практика жүргізген жоқ. Бірақ ақылы жоқ сәби, Құдай тағала ол сәбидің ақылы жоқ екендігін Құранда таңба басқандай, тайға таңба басқандай айтып тұр. Бірақ ақылсыз сәби шыға салады да ананы тартып еме бастайды. Бұрын соңды көрмеген нәрсесін көріп жүргенде еме бастайды. Кім сонда рызық беріп жатқан? Құдай емес па? Құдай ғой.
Осы нәрсенің өзі Құдай тағаланың рызық беруші, Құдай тағаланың сіз бенен біздің иеміз екендігіне дәлел етеді, қараңыз. Сөйтіп, анамыздың 2 төсін береді, анамыздың 2 төсімен 2 жыл емгеннен кейін, дүниелік азықтарды жеу үшін сіз бенен бізге Құдай тағала не береді? Тіс деген нығмет береді. Енді тіс деген нығметімізбен, қасқыр апельсин жеп жүрген жоқ, қасқыр банан жеп жүрген жоқ, қасқыр етті пісіріп жеп жүрген жоқ. Бүкіл нәрсені адамзат баласы пайдаланатын жер бетіндегі. Қараңыз. Сен үшін мына әлемді жаратып қойған Құдай тағала. Бүкілін пайдаланасын. Қасқырдың терісін ішік қылып аласын, киіктің мүйізін барып дәрі қыласын, ана сиырдың сүтін айран қыласын. Бүкіл нәрсені сен пайдаланып жатсың. Аллах тағала жер бетіне адамзатты халифалық қылдым дегені, әрбір адам жер бетіндегі патша. Сен сияқты ешкім патшалық қылып атқан жоқ жер бетіне, қараңыз. Сонда анаңыздың ішінде қазақ не дейді? Бір қозы туылса, бір түп шөп артық өсет дейді. Ананың ішінде 1 жыл қоректендірді. Шыққаннан кейін 2 төсімен 2 жыл қоректендірді. Дүниеден өткенше күнделікті рызығыңызды жеп жатсыз. Әпкем бүгінгі рызығын жеді ма, ертеңгі рызығын Құдай тағала жаңа рызықты дайындап қояды. Енді үй салу темасына көшейін де жерде. Бір қызық болып жатыр. Мен биыл үй салдым. Өз Құдай тағала бастасаң бітіреді екен. Ешқашан үй салудан қорықпау керек екен жігіттер. Бір ағамыз айтып еді, мен 100 мың теңгемен бастамаймын, әйтеуір сол үйді 100 миллионның үйін бітірдім дейді да. Сол сияқты мен үй бастадым. Үйге әйтеуір тапқан таянған бәрін үйге сала берем. Сосын кейін мынандай ой келді да. Үйдің заборын жүргізу керек, үйдің сыртын әрлеу керек. Сосын мен үйдің сыртын әрлеуге ақшамды қойып қоям да, сосын заборымды бітіретін ақшаны осының қасына қосып екеуін бірдей істеймін десем, ана ақшам жаратылып кете береді, Сосын кейіннен ойландым да, Құдай тағала мына үйдің сыртын әрлеуге осы айда маған рызықты беріп тұр. Егер де мен осы рызықты өзім ұстап тұрсам, жаңа рызық маған келмейді. Мен мұнан жұмсаған кезде оның орнын толтыратын тағы бір рызық келу керек. Сол менің миыма кірді да, үйім сыртына әрледім, енді заборымды істейтін рызық келіп тұр қазір маған осы айда. Біз ана қалтамызға тығып алып, бүйт жүре береді екенбіз да, бүйт жүре 500 мың, яғында 500 мың бите, осы жаратып жіберсең, бітті, келесі айда сен ақшасыз қалып кететінен жүре береді екенсің, қараңыз. Бала шағаң үшін, үйің үшін неден аяйсың сен? Қатын құлашқа шашып жатқан жоқсың ғой, зина істеп жатқан жоқсың, арақ ішіп жатқан жоқсың, басқа жаққа ләйлім шырақты айтып жатқан жоқсың, өзің дүниең үшін жинап жатсың ба? Шығар ана, рызығыңды шығар. Анаңа жақсылық жаса, әкеңе жақсылық жаса, үй салып жатсаң, үйіңе салып таста, келесі айда Құдай тағала саған жаңа рызықты береді. Мына айда омраға бар, жаздың күні үлкен қажылық кеп қалды ма, шешеңді қажылыққа жібер, өзің бар, Құдай тағала оның орнын еселеп толтырып қояды. Біз мына өзіміздің қалтамыз, каспи голтымызбен, нәски голтымызбен ғана өлшеп қалғанбыз да, ана Құдайдың рызығын қараңыз да. Сондай нәрсе. Үйдің темасынан қайтып шығайық енді, қайтадан бағанағы дүниенің рызығына келейік. Сонда ананың ішінде қоректендірді Құдай тағала. Оны куә болып отырмыз, Міне бәрі ананың ішінде рызық жегендер. Ананың төсін емгендер отыр, міне бәрі. Бутылка емгендер бар ма? Қазір барса жастардың ішінде, бұрынғы жастардың барлығы. Біздің ауылда бір физически мықты жігіт бар жаңағы. Сөйтсе жаңағы жігіт 7-ші классқа дейін емген ғой. 7 жасына дейін емген ғой. Шешесі бар звонокты емізіп кетеді деген мектептің сыртына шақырып. Ана Мұхтархан Ділдәбек деген боксер бар ғой. Кезінде мықты атақты боксер болған, Олимпиаданың күміс жүлдегері, әлемнің күміс жүлдегері. Ол ударынан талай мықтылар құлағанда, сол Мұхтархан Ділдәбек өткен интервьюін тыңдап отырсам айтып отыр. Мені шешем 6 жасына дейін емізген дейді. Сонда маған бола шешем дәу көйлек киіп жүрген дейді да. Анау отырыстарға неге барған кезде мен ең күн келетін болса көйлегімен бүйт жауып тастайды. Мен ананың ішінде ұйымдастыра берем дейді да жаңағы. Мұхтархан айтып отыр, мықты боксер болды. Неге? Ананы толық емген адам физически тұрғыдан мықты болады екен, қараңыз. Енді анау 6 жасқа дейін емгеннен кейін ол боксер болмағанда кім боксер болады енді? Қараңыз да. Ананың бәріміз емдік мына анамызды, Міне дүниелік рызығымызды жеп жатырмыз. Әсіресе кеше Мәдинада аямай жедік, Ой, жаңағы, толтырып аламыз, жартысы қақ кетеді жаңағы. Жартысын жейміз, жартысы қақ кетеді. Үшіншіге көзіңіз жетіп жатыр ма, дүниелік рызығыңызға, ананың ішінде жедің, ананың 2 төсін жедің, одан кейін дүниелік рызықты дүниеден өткенше жедің. Енді 4-ші жәннат бар деп жатыр ғой Құдай тағала. Иман келтіріп, намаз оқып, оразаңды тұтып, зекетіңді беріп, қажылығын қылып өтсең, 8 жәннатты дайындап қойдым деді.
8 жәннат. Кешегі әңгіме апамызға өстіп айтып отырсаң, шіркін-ай, жарық дүниеге ештеңе жетпейді ғой. Жәннат деп айтып жатсыңдар, енді жарайды, жәннатқа кіретін шығармыз, бірақ жарық дүниеге ештеме жетпейді ғой. Мен апама айтып жатырмын да, апа, жарық дүниені шіркін-ай қылған Құдай тағала сізге жәннатты да одан артық шіркін қылып қоюға Құдай тағаланың құдіреті жетеді, қараңыз. Түсіндіңіз ба? Бұл Құдай тағаланы сізбенен біз жүрегімізбенен сеземіз бар екендігін. Мысал үшін, бір затты, бір нәрсені затымен көру бар, ісімен көру бар. Ерболат қазір шалқайып жатыр мына жерде. Затын көріп тұр Ерболаттың. Тойы баған анау. Отырайын десе қарыны артқа қарай отказ бере береді былайнан. Тіреліп қала береді да, отказ бере береді. Сосын енді ұстаздың дәрісі енді кетіп қалмайын деп шалқасынан жатып тыңдап жатқан шығар. Ерболаттың затын көріп тұрмыз. Бірақ Ерболаттың үйде келін айтады, Ерболат, үйдегі ана светтің несі бітейін деп жатыр, шиқылдап жатыр. Ерболат Каспий-Голдпен дың кетіп ақша жібереді. Ерболат, мен базарға баруым керекпін, норковый шуба алуым керек. Ерболат Каспий-Голдпен дың кетіп шуба жібереді. Ерболат, мен төркініме баруым керекпін, төркініме құр барам ба, шешеме алтын сырға алып барайын. Ерболат тағы да дың кетіп 100 000 теңге жібереді. Ерболаттың заты Меккеде жүр, бірақ ісін келін көріп жатыр ана жақта, затын көрмесе де. Түсіңіз ба? Сол сияқты Құдай тағала затын бұл дүниеде көрмейміз. Ғайып болған Құдай тағала, иә? Ғайып болған Құдай тағала. Құдай тағаланың өлтіруші дейді, адамдар өліп жатыр. Құдай тағала тірілтуші дейді, дүниеге сәбилер келіп жатыр. Құдай тағала рызық беруші дейді, күнделікті рызығымызды жеп жатырмыз. Құдай тағала мұсауир, белгісіз үлгі беруші дейді, белгісіз үлгісіз бейне беруші дейді Құдай тағала. Қараңыз. Біз Құдайдың жаратып қойған нәрсесімен ғана үлгі береміз. Медеуге баласы келіп, әке маған талдың суретін салып бер десе, Медеу ойынан бір үлгі жасап шығара алмайды. Құдайдың жаратқан талына қарап үлгі алып сурет салады, Құдайдың жаратқан тауына қарап үлгі алып сурет салады, Құдайдың жаратқан гүліне қарап үлгі алып сурет салады. Медеу ойынан мен басқа бір гүлді ойлап таптым деп шығара алмайды. Егер ойлап тауып шығарса, әке нағып қуып отырсын деп айтады, қараңыз. Ал Құдай тағала адамды жарататын кезде басқа планетадан үлгі алды деген сөз жоқ. Басқа планетаны да, әлемді де Құдай тағала жаратты. Тауды жарататын кезде, тасты жарататын кезде, аналарды жарататын кезде, Адам алейхиссаламды жаратқан кезде ешқандай үлгісіз бейне берді Құдай тағала. Қараңыз. Енді анау неге Италияда атақты суретші бар ғой? Кім еді аты? Леонардо да Винчи ме? Кім еді? Леонардо да Винчи ма? Мен жерді айналып кеткенде айтып жатқан жоқ ма айтады? Фернандо Магеллан. Сол Леонардо да Винчидің суретін көрген бір жігіттер айтады Италияға барып. Мен Нұрекей, живой сурет анау дейді. Қасына барып қарасаң, саған бір тірі адам қарап тұрғанда қорқып кетесің дейді. Сіз живой тұрсыз ғой, қаныңыз теуіп тұр бойыңызда, иә? Көзіңіз тұр, денеңізде бүкіл ыстық ойнап тұр, жүрегіңіз соғып тұр. Сізді жаратқан Құдай тағала одан да шеберірек қой. Бір табиғатты немерең әкеліп саласа, о, живой керемет, не деген деп таңғаласын. Бірақ Құдай тағаланың жаратып қойған анау сол живой қары тұр төбесінде, етегінде шыршасы, етегінде киіктер ойнап жүр, төсінде бұлағы, құрағы бәрі тұр. Живой суреттің картинасын жасаушы біреу болу керек қой ол. Түсініңіз ба? Ол кім? Ол Алла тағала, Құдай тағала, қараңыз. Үлгісіз бейне беруші Құдай тағала, шебер Құдай тағала. Құдайды несімен көріп жатырмыз біз? Ісімен көріп жатырмыз. Затын жәннат иелерінің көретіндігі жайында Құран-ы Кәрімде Құдай тағала не дейді? Уджуху яума изи надира иля раббиха надира. Жүздер жарқырап, жәннат иелері Раббысына қарайды дейді жәннаттың ішінде. Қараңыз. Жәннаттың ішіне кіргеннен кейін жәннаттың сондай нығметтері болады. Адам баласын кеше айттым ғой, ләззат. Кеше жаңағы жәннаттың ішіне кіргеннен кейін ләззаттан әке шешесін бүкіл нәрсені ұмытып қалады десем, біреулер сұрақ қойып жатыр жаңа араларыңызда. Мен сонда шешеммен бірге бола алмай қалам ба, әкеммен бірге бола алмай қалам ба? Жоқ, Құдай тағала Құран кәрімде не дейді? Уәмән салаха мин абаихим ва азважихим ва зурриятихим. Кімде-кімнің ата бабасы салиқалы иманды болып өтсе дейді. Жұбайлары иманды болып өтсе, зүрияттары, ұрпақтары иманды болып өтсе, Құдай тағала жәннаттың ішінде оларды жинап қояды дейді. Қараңыз. Құдайын, сіз көрмеген немелі шөпшек туа жатыңызды көресіз жәннаттың ішінде. Көрмеген ата бабаңызды көресіз жәннаттың ішінде. Қараңыз. Сізді Құдай тағала сол жәннаттың ішіне жиып қояды. Енді сол жәннаттың ішіне кіргеннен кейін адамның ақылына келмеген нығметтер бар дейді. Қор қыздары,
Қор қыздары десем, көкеміз сияқты бір кісі осындай жатқан, қор қыздары айтыңызшы дейді да, айта бастасам жайлап орнынан қимылдап бүйтіп отыра бастайды да, сол сияқты көке жата беріңіз. Сұлулығынан көкеміз 170 килограммды көтеріп тұрды ғой. Сұлулығынан дейді, қор қыздарының жілік майы көрініп тұрады дейді. Сұлулығынан. Көздері ботадай болады, қарасы қап-қара, ағы аппақ, сондай сұлу қыз, әрбір өзінің жеке үй болады, жеке үйдің ішінде өзінің бақшасы болады, өзінің диваны болады, өзінің бұлағы болады, әрбір жеке үйдің ішінде өзінің қор қызы болады. Қор қыз сондай адамның көзі көріп, құлағы естімеген, жер бетінде ешқандай адамзат көрмеген сондай қор қыздары болады жәннаттың ішінде. Қараңыз. Бірақ енді анау айтып жатырмын, қор қыздары топ болып тұрады дейді да енді. Қараңызшы, Құдай тағала мына дүниеде нені жақсы көреді, еркектер соны тауып беріп қойған жәннаттың ішінде де Сөйтсе жаңағы қатын десе, мына жерде аунамайтын еркек жоқ шығар енді, апаларды айтпай-ақ қояйын енді. Сөйтсе топ қор қыздардың ішінде ең сұлуы тұрады дейді да. Сонымен пенде ғой, ең сұлуына бара жатады, томпаңдап 170 килограмм кетіп баратыр дейді. Сөйтсе біреу айтады дейді ғой, ей, сенің ана дүниедегі қатының керегі жоқ болса, құрсын ол қатыны. Түнімен миын ашытқан, памперске жұмсатқан, анаған үйткен, енесіне ұрыстырған, әбден ығы-жығы болған әйелінен, қой құрсын, ана қор қыз тұрған кезде қатынына қылам деп, барып, томпаңдап барып, қор қыздардың ең ішіне, ең сұлуына барған кезде, мына дүниедегі өзінің жары дейді да, қор қыздардың ең сұлуы қылып қояды дейді Алла Тағала соны жәннаттың ішінде. Қараңыз. Бірақ көкем ол жерде 170 килограмм болмайды енді ол жерде. Мықты, сұлу кейіпте кіреді, Жанымай деп жүрген апамыз да сұлу қор қыздарының біреуі болады да. Қараңыз да. Жанымайдың көкесі соның ішінде болады, иншалла. Сонда жәннаттың ішіне кірген кезде, сонда жәннаттың нығметтері болады, адамның ақылын айналып өткен дейді. Сен мына дүниеде жәннаттың бір жемісін жер бетіндегі 7 миллиард халық ақынға айналып кетіп, тіл байлығы тасып, соны суреттесе, жәннаттың жемісін суреттей алмайды. Әдемі сөзді айтады ғалымдар. Жәннатты өзінің жасаушысы секілді ешкім суреттей алмайды дейді. Жәннаттың жасаушысы кім? Құдай Тағала. Құдай Тағала Құран-ы Кәрімде не дейді? Оның ішінде бос сөз жоқ, оның ішінде дивандар болады, өзендердің жағасында жемістер оларға иіліп келіп тұрады дейді. Апамыз жас күйінде кіреді, 33 жаста жәннаттың жемісінің бананын жегісі келсе, банан алдына келіп иіліп тұрады екен. Апамыз бананды жейді, әпкеміз сұрайды екен, ана бананның дәмі қандай керемет десе, әпкеміздің алдына барады. Балдан болған, шараптан болған, сүттен болған өзендер болады. Оны Ерболат балдан болған сүтті ішсе, керемет, дәмі керемет, Ерболаттан тұрады екен да, Алмат сұрайды екен, дәмі қандай деп. Сол кезде өзен Алматтың алдына ағып келеді. Жәннаттың ішіне шаршау жоқ. Мәңгілік өмір, мәңгілік бір жас, соның ішінде қазақша айтқан кезде алма піс, аузыма түс. Сол жәннаттың ішіне кірген кезде, мен әшін жәннаттың Құдай біледі енді, триллионнан біреуін айта алмай жатқан шығармын әлі. Сол жәннаттың ішіне кірген кезде дейді, бүкіл нығметтен адамзат баласы Құдайға тасбих айтып жүреді. Шүкір, Аллаға шүкір, Алла бергеніңе шүкір, шүкір қылған сайын Құдай Тағала арттыра береді. Мен көкемді үйге қонақ қылсам, сөйтіп көкеме бешбармақ берсем, көкем бешбармаққа жақсылап тойып алған екен, көке тағы да бір қуырдақ әкелеміз. Жоқ, Нұреке, керемет, болды дейміз ғой. Сонда жәннаттың ішінде айтады екен да періштелер, сендерге Құдай Тағала тағы да нығметін бергісі келіп жатыр, қалайсың ба десе, жоқ, жетеді бізге, болды енді. Сонда Құдай Тағаланың жамалын көру, жәннаттағы бүкіл нығметті ұмыттырады екен. Құдайдың затын көру. Құдайдың затын біз сол жәннаттың ішінде көреміз. Оған иман келтіреміз, Құранға иман келтіреміз. Сонда дейді, Құдай Тағаланың өзінің жеке қабылдайтын салих құлдары болады екен. Және жалпы қабылдайтын. Тоқайып осы жерге келсе қазір, қажылармен мен жолғайын десе, бәріміз шұбырып барсақ жаңа жерге, елге барғанда мақтанып айтуымыз мүмкін. Бірақ ағамды Тоқайып жеке өзін қабылдаса,
ең беделді адам ағамыз болады ортамызда. Тоқаев қабылдады деп айтамыз. Сол сияқты жеке қабылдаған пендесі қандай болады дейді. Анау барып Құдайдың құзырына барып келген кезде ананың жүзінде сондай нұр болады дейді. Сол нұр жәннаттың ішіндегі бүкіл нығметті ұмыттырады дейді. Қараңыз, сол нұр. Сонда Құдайдың жамалын көрген адам қандай ләззатта болады. Оны сізбенен біз ақылымызға сыйдырта алмаймыз. Жәннат хадисте келтіреді, жәннаттың ішінде садақтай болған жер мына дүниеден 10 есе үлкен дейді, садақтай болған жер. Мен нағашым айтып еді, Нұралы сол жәннаттың ішінде маған көп жер керек емес, бір 6 соттық жер болса жәннаттың ішінде, сол жер жетеді маған дейді да жаңа. Біз ақылымызбен, дүниедегі көрген нәрсемізбен ғана өлшеп қалғанбыз ғой, қараңыз да, дүниедегі көрген нәрсемізбен. Сондықтан сізбенен біз не үшін әдейі қажылық қылып жүрміз? Құдайды көрдіңіздер ма? Мынандай сауап аласың намаз оқысаң, умра жасасаң, мынандай сауап аласың, сауаптарыңды көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрған жоқпыз. Бірақ мына жермен сезіп жатыр қой, мына жерде Алланың мейірімін жауып тұрғандығын. Түсініңіз ба? Сезіп жатырмыз ба? Сезіп жатырмыз. Көрініп тұрған затқа құлшылық қылу ол шынайылықты дәлел етпейді. Мына жерде Алмат бәріміздің бастығымыз болса, бізге тапсырма берсе, Алматтың көзінше күшті орындасақ, Алмат шығып кеткеннен кейін білген нәрсемізді істесек, бұл айып қой жалпы, дұрыс па? Бірақ Алматтың көзінше де, Алмат жоқ кезде де біз мықтылап өзімізді насобес дейді ғой, ұятымызға істейтұғын болатын болсақ, онда біз шынайылықты дәлел етеміз. Түсіңіз ба? Шынайы. Тақуалық, шынайы қорқынышты. Құдай көріп тұр деген нәрсе жүрекке сол кезде енеді. Дәл сол секілді, ана христиандар суретін салып қойған, буддалар өздерінің тасын қойып қойған, көрінген нәрсесін Құдайға санап жүрді. Қараңыз. Біздің ислам дінінің ақиқат екендігіне, басқа дінге ұқсамайтындығына не нәрсе дәлел? Біз Құдай тағала ешқандай жаратылысқа ұқсамайды, ол тумайды, туылмайды, оған ұқсайтын ешқандай зат жоқ. Біз шынайы Құдай тағаланы көрмесек те, Құдай тағаладан қорқып құлшылық қыламыз. Біз мұсылмандар осымызбен Құдай тағаланың алдында ардақты боламыз. Қараңыздар. Түсініңіздер ме? Сондықтан да құрметті қажекелер, бұл Аллах тағаланың әл-вуджуд бар болу сипатының бір ғана несі? Көрінісі. Енді Құран-ы Кәрімде Аллах тағала Ғашия сүресінде айтады: "Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат, ва илас самаи кайфа руфиат, ва илал джибали кайфа нусибат, ва илал арди кайфа сутихат, фазаккир иннама анта музаккир, ласта алейхим бимусайтир." Қараңыз, "Афала янзуруна илал ибили кайфа хулиқат." Оларға айт, Мұхаммед дейді, түйеге қалай қарамай ма, қалай жаратылғандығын дейді. Түйенің затының өзі, қараңыз, осы жерде мына нәрсені айтып кетеді. Түйеге қарамайды ма, аспанға қарамайды ма, тауларға қарамайды ма, жерге қарамайды ма деген аяттар келеді. Осының біріншінде түйені айтады. Неге десе, осы аятқа тәпсір берген ғалымдарымыз айтады, адамның өзінің мініп жүрген бірінші Құдай тағала көлігінен бастады дейді. Соның сырының өзіне әлі жете алмай жатыр адамдар зерттеп дейді. Одан кейін оларға аспан жол болсын, жер жол болсын, жаңағы таулар жол болсын дейді. Оны мынаның өзіне әлі идроқ қылып шамасы жете алмай жатыр зерттеп. Түйенің өзінің пайдасы орасан зор адам үшін. Ең жылы жүн түйеде. 1986 жылы Россияның Чернобыль деген жерінде үлкен кісілер білет, ядерный қару жарылған сол жерде. Сөйткенде радиация жер бетіне шығып кеткен, жаңағы аңдардың барлығы дәу-дәу болып кеткен, қарбыздардың барлығы дәу үлкен сондай бір тепе-теңдікті жойылып кеткен да. Сонда радиация бүкіл хайуанға өткенде түйеге өтпеген ғой. Неге енді? Түйені тексереді, бойында ешқандай артықша ештеме жоқ. Ана хайуан, мына хайуан, содан жейтін нәрсесін тексеріңдер дегенде жантақты жейді екен да түйе. Ал жантақ жердің астына 1 метр емес, бір 10 шақты метрден астам жердің астына тамыры кетеді екен. Қараңыз, тамыры. Радиация анаған өтпейді. Қанша метр? 36 метр деп жатыр көкеміз. 36 метр жердің астына тереңдікке кетіп, радиация өтпейді екен тамырға. Ал енді ар кетсе, басқа өсімдіктердің тамыры жерге 1 метрдей өтеді, одан радиация өтеді, оны жеген малда денесі жаңа тепе-теңдікті жоғалтады. Құлағы да өбіп кетуі мүмкін, көзі да өбіп кетуі мүмкін, Сонда түйеге өтпеген екен ғой, қараңыз. Ал енді мына мен өзім Шымкент Созақ ауданынан, әпкемен ауылдасым. Сонда бетпақ жақтарда ана жантақтың несін бетін алып тастап, қауынның шопағын, қарбыздың дәнегін жантақтың несіне байлайды екен да, сөйтіп өздері неге кетіп қалады тауға қарай.
Сөйтіп 3 айдан кейін ана жаққа барып малын айдап барған кезде жазың тырсиып қарбыздар, тырсиып қауындар жатады екен де жаңағы. Ешқандай суғармастан жантақтың несімен келген, ол шипа ғой былайша айтқанда, дәрісіз ештемесі өскен. Сөйтіп жейді екен жаңағы. Енді қараңыз, осыдан түйе заты, шұбаты білесіздер ем. Түйенің еті де адам баласына түйенің еті суық болады деп, суық болады емес, түйенің етін жел болады деп жатады, жел болады деп жатады. Негізі түйенің еті адамның бойындағы зиянды заттарды сыртқа шығарып тастайды екен. Түйенің еті. Жел болады деген сол екен да. Жел не? Бір жақтан тұрып, екінші жақтан шығады ғой. Бір бүйрегі, осы нәрсені айтып жатсам, бір бүйрегі ауырған бір ағамыз айтады, мен бүйрегім ауырды дейді. Сонда рактың клеткасы оянып келе жатыр екен, бір бүйрегіне. Ананы тезірек дамытып, кесіп алып тастамаса, екінші бүйрегіне шабады. Сонда дәрігерлердің өзі айтты дейді, түйенің етін бір ай жеп кел, сосын кейін саған операция жасаймын. Бір ай жеп келдім дейді. Сонда жаңағы бетіне шығып тұрды, кесті алып тастады. Мен рактан аман қалды, екінші бүйрегім дейді, жаңа қарап тұрсаңыз, қараң. Түйенің, сондай бойындағы қасиеттерді өзіміз біліп жүрміз, әлі соның қадір қасиетіне жете алмай жүрміз. Апаларымыз түйенің нәскиін кигізбейтін білейсіз сапке, қасиетті малға санаған, аяқ асты болмау керек деген. Өйткені не үшін? Құранда айтылынған зат ол. Құранда айтылынған заттардың адамзат баласының пайдасы зор. Қараңыз. Енді екінші аятта айтады, олар тауларға қарамайды ма? Афала яңзуруна илал ибили кайфа хулиқат ва илас самаи кайфа руфиат. Аспанға қарамайды ма, қалай көтеріліп тұрғандығына дейді. Мен бір досым айтады, ана Палестинада бір тас бар, жерден бір жарты метр көтеріліп тұрған. Сондай тас бар екен ғой дейді. Бар дедім. Ол Меккеде деп жүр екен жаңа. Сосын айтады, қалай сонда жер бетінде көтеріліп тұрады жарты метр дейді. Ешқандай тіреусіз. Сон барып көрмейміз ба дейді. Мен айтам, мен бұл жаққа бармаймын, мен одан да үлкен тасты көргем, көтеріліп тұрған. Қайдан көрдің? Күн тұрған жоқ па, ай тұрған жоқ па, миллиардтаған жұлдыздар тұрған жоқ па аспанда? Несін оны таңғаласың? Сол өзі Құдайды. Мынандай жарты метр көтерілгенге, ойбай Құдайдың құдіреті деп таңғалбасын. Аспанда миллиардтаған планеталарды Құдай тағала көтеріп қойған жоқ па? Оған неге таңғалмайсың? Айтады енді, тауларға қарамайсыңдар ма, қалай қазық болып қағылғандығын дейді. Таудың биіктігі қанша, астына екесе тау қазық болып қағылады екен, екесе. Жер бетіндегі ең биік тау Гималай тауы, Эверест шыңы деп жатамыз, Джамалунгма деп өттік. 800-900 метрге жақын. 9 километр, 900 метрдің 9 километр. Сонда ана таудың астына 18 километр жердің астына кірді. Сонда жаңағы жердің өзінің өсінен айнып кетпей айналып тұруына Құдай тағаланың осы тауды жаратып қойған екен ғой, қараңыздар. Ол да бір себеп. Тауларға қарамайсыңдар ма, қалай қазық болып қағылғандығын дейді. Тау қазық болып тұрмаса, тепе-теңдік жоғалады екен. Даже мына землетресенің өзін өткенде Түркияда болған кезде плиталар болады екен жердің бетінде, қозғалып тұратын. Соларды тау қазық болып қағып, сол тау ұстап тұрады дейді, қараңыз. Құдай тағаланың құдіреті. Құдай тағала Құран кәрімде сізбенен бізге сондай аяттарға ой жүгіртуге бұйырып жатыр, қараңыз. Олар тауларға қарамайды ма, қалай қазық болып қағылғандығын дейді. Жерге қарамайды ма, қалай төселінгендігін дейді. Ақылыңа салсаң, жердің 4-тен 1 бөлігі құрлық, 3 бөлігі мұхит, басым көпшілігі су. Басым көпшілігі су. Ал енді сол мұхиттарда қаншама миллиардтаған киттер жүр. Суткасына 10 тонна балық жейді. Китті асырай аласың ба? Оның рызығын беріп жатқан кім? Ерболаттың бүгін жеген бананын Пәкістанда біреу барып осыдан 10 жыл бұрын дәнін екті ғой. Сөйтіп оны 7-8 жыл қарады, одан кейін банан шықты, сол бананды алып ол кесіп яшікке салды, яшікпен Атыраудың бортына келді, Атыраудың бортынан Алматының базарына барып түсті, Алматының базарынан сатып алды әйелі, үйіне келді, банан алып келді, Ерболат оны жеп отыр. Құдай тағала оны 10 жыл бұрын қамын жеп қойған. Неге сол үшін сен бір маңдайың сәждеге тигізбейсің Құдайға шүкіршілік етіп? Неге сен намазыңда есінеп тұрасың сол Құдай тағалаға намаз орындаған кезіңде? Сондай құдіретті затқа, сондай рызығыңды беріп тұрған Құдайға сен неге ықыласпенен намазыңды оқымайсың? Есінеп, деп отырып намаз оқисың. Сен өзің керек қылмай осыны оқи салайшы деп оқисың. Өзің керек қылмаған намазды Құдай тағала қайдан керек қылсын? Осы нәрселердің барлығын Құдай тағала айтып жатыр, қараңыз. Осы дүниенің өзінде осындай рызықтарды беріп жатыр. Тауларға қарамайды ма, түйеге қарамайды ма, аспанға қарамайды ма, жерге қарамайды ма?
Ақылыңа салсаң кесенің сыртына сенің су тұрғыза аласың ба бұлай қиғашынан? Бірақ домалақ жердің сыртына Құдай тағала миллиардтаған тонна суды қаптап қойды ғой. Неге ақыл жүгіртпейсің? Осы механизмді басқарып тұрған бір зат бар ғой. Ол құдіретті ғой. Ол саған рызық беріп жатыр ғой. Неге сен тәңірсіз болып кетесің осы нәрселердің барлығын көріп тұрып? Жаңа Бақытжан деген ағамыз айтады. Тәңірсіздерде мынандай сенім бар екен оларда. Мына кәпірлердің сенімі, Алла сақтасын, адам баласы өлгеннен кейін оның рухы өзінің ұрпағына қонады деген. Ол яғни мәңгі жасай береді дейді. Мәңгі жасай береді. Рухы деген әруағы ана ұрпағына қонады. Сосын жаңа ағамыз айтты дейді, менің балама Шыңғыс ханның әруағы қонуы мүмкін ба деп. Әбден мүмкін деп айтады дейді жаңа. Сонда мен Шыңғыс ханның әруағына табынған болсам, өзім балама табынып жатырмын ба деп айттым дейді. Сонымен интернетте мен блокқа қойып шығарып тастады дейді жаңа, қараңыз. Қағида бар арабша, ма буния алал батил фахуа батил. Бекершіліктің үстіне құрылған нәрсенің барлығы бекершілік дейді, қараңыз. Сондықтан айтайын дегенім, осы тәңірсіздіктерден Құдай сақтасын. Біз исі қазақ мұсылманбыз. Олардың сәлемі армысыз деп амандасады. Қайсысы кезінде әжелеріміз бізге ассалау деп бала күнімізден солай үйретті. Армысың деген әңгіме бізге айтқан жоқ әжелеріміз, аталарымыз. Қараңыз, сол біздің исі қазақ сол өзіміздің мықты ұстанымызды ұстанып келді, ислам дінін ұстанып келді, дәстүрімізбен піте қайнасты. Біздің дәстүрді исламнан бөліп жарып, ешқандай бөліп жара алмаймыз. Біздің қайсы бір дәстүрімізді алып қарасаң да, түбі неге барып жатады? Исламға барып ұштасып жатады. Мысал үшін, қазақта мынандай сөз бар. Әкең өлмесін, әкең өлсе де, әкеңнің көзін көрген өлмесін деген сөз бар. Бір күні Омардың ұлы Абдулла деген мұхаддис болған, хадис риуаят еткен кісі, сол Абдулла өзінің Ибн Динар деген шәкіртімен Меккеден осы Мәдина қаласына қарай жол тартып бара жатты дейді. Екеуінің арасын көрдіңіз ғой, қанша шақырым, я? Ол кезде енді 500 шақырымға аттың өзімен бару оңай емес, бәленбай күн жүреді. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде жолда бір шөл арабтарын кездестірді дейді. Сонда жаңағы Абдулла тұрып жүгіріп бар бір қарттың қолын алып амандасып, ата қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай, жағдайын әбден сұрап біткеннен кейін, қайда барасыз? Мәдинаға бара жатырмын. Мәдинаға бара жатсаңыз, мына басымдағы сәлден алыңыз, астымдағы атым мініңіз деп мінгізіп жіберді дейді. Сосын қасына тұрып Ибн Динар деген шәкірт айтады, Абдулла дейді, дұрыс, Құдай тағала жомарттық қылғанды жақсы көреді. Бірақ енді өзің қаншама жерге жол жүріп бара жатсың, алыс жерге. Астыңдағы беріп, атыңды беріп әспеттейтіндей ол кім еді соншама? Олар сондай кедейлер еді ғой, бір уыс құрма берсең де соған разы болатын еді ғой ол деген кезде. Кімнің Абдулланың айтқаны, Ибн Динар, сен біздің ардақты пайғамбарымыздың айтқан өсиетін естімеп пе? Қандай? Кімде-кім әкесі қабірде жатқан кезде әкесіне жақсылық қылғысы келсе, әкесінің көзін көргендерге жақсылық қылсын деген. Кімде-кім шешесі қабірде жатқан кезде жақсылық қылғысы келсе, шешесінің көзін көрген нағашы жұртына жақсылық қылсын деген. Менің әкем Омар менен осы кісінің арасында бір жақсы достық бар еді, мен сол достықты жалғағым келді. Қабірде жатқан әкем Омарға жақсылық істегім келді деген екен, қараңыз. Сонда қай сөз есімізге түседі? Әкең өлмесін, әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін. Әкелеріміздің, менің әкем дүниеден өтіп кеткен, мысал үшін, ауылда барған кезде әкемнің көзін көрген кісілерге, әкемнің құрдастарына барып, ләжі барынша бірдеме бермесем де амандасуға тырысам. Мен пәленшенің баласымын, көке таныдыңыз ба деп. Ой, балам көм жаса десе, анау қазақтың айтқан сөз бекер емес, бір аунап жатты ғой пәленше деген сияқты. Сол сауап барады екен соған, қараңыз. Ал енді бұл нәрсемен қазақтың дәстүріменен, қазақтың мақалыменен сай келіп тұр, қараңыз. Сондықтан да иншалла Аллах Тағала баршамыздың ақыретімізді қайырлы етсін, қажылығымызды қабыл етсін иншалла. Ертең Құдай қаласа, умраға қай уақытта шығамыз?